Саламатсыздар ма балалар? Сабаққа дайын болсақ, бейне жазбаға назар аударайық. Халқының тұрмыс тіршілігінің рет тәртібі, салт дәстүрінің негізінде түзілген жеті жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. Ал екінші кезең ол кеңестік социалистік республикалар одағы заманы еді. Үшінші кезең қазақ елі тәуелсіздік алған 1990 жылдан басталады. Отарлық заман мен кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңдары патшалық Ресейдің отарлау саясатына және Қызыл империяның идеологиясына сәйкес болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құнды құжат тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап дербес ел болып іргеміз бекітіліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі дауыс беру арқылы 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасы алғашқы ата заңын қабылдады. Бұл басты құжат ұлттық мемлекеттік тәуелсіздікті құрудың негізін қалай отырып, мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымдық реформаларының бастауы болды. Бұл конституция президенттің позициясын күшейтті. Бұл бейне жазбада не туралы айтылған? Бейне жазбада негізгі ұғымдар мен мәліметтер туралы бұрын соңды білдіңіз бе? Осы бейне жазба арқылы жаңа сабақтың тақырыбын атай аласыздар ма? Ендігі кезекте сабақтың тақырыбы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мемлекеттілікті қалыптастырудағы іс-шаралар. Сабақтың мақсаты тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық саяси дамуын талдайды, Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтайды, қорытындылайды, Қазақстан Республикасы Конституциясын мемлекеттің тұрақты дамуының негізгі кепілі ретінде бағалайды. Осы кезекте мәтінмен жұмыс жасай отырып, дидактикалық материалды пайдаланамыз және Қазақстан Республикасы Конституциясы тарихын инсерт әдісі бойынша толтырыңыз. Тапсырма 1995 жылы Қазақстан Республика Конституциясы алғы шарттары, себептері және оның тарихи маңызын птемс формуласы арқылы анықтаңыздар. Келесі кезекте Вен диаграммасы 1993 және 1995 жылы қабылданған конституциялардың ұқсастығы мен айырмашылығын анықтаңыз. Сабақты аяқтай келе сіздерге ұнаған жағымды әсер, сіздерге түсініксіз және жағымсыз әсері және білуге қызықтыратын ұсыныстар мен сұрақтар туралы жазып қалдыруларыңызға болады. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.